Мен Ахметәліұлы Ақтілек 7-ші мектеп лицейінің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі ғылыми жобамның тақырыбы мектеп жасындағы оқушыларды кикілжің мен қақтығыстарды болдырмау. Яғни бүгінгі ұсынысым жас медиаторлар тобын ашу және оның жоспарларын құру. Бүгінгі барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Бүгін облысымызда облыстық Қазақстан ассамблеясының ұйымдастыруымен осы медиацияға қатысты заң жобасында оқушылар арасында қақтығысты, кикілжіңді болдырмау мақсатында ғылыми жоба ұйымдастырылып жатыр. Ғылыми жобаның жетекшісі жалпы осы ұйымдастыру барысындағы Ақылбеков Қанат азамат. Өте жақсы ұйымдастырылған, оқушыларға да жағдай жасалынған, ұстаздарға да жағдай жасалынған. Біз балаларымызды осы жобаға әкеліп отырмыз. Барлық балалар жобаға өте жақсы дайындалып келген. Мақсатымыз айқын, нәтиже күтілуде. Сол негізде біз мектебімізде осы жобаға қатысты өзіміз клуб ұйымдастырып, сол клубты жұмыс жасатып жатырмыз. Ол клубтың мақсаты бар, мақсаттан күтілетін нәтижесі бар және бағдарламасы бар. Қазіргі мен сіздерге осы жоба жөнінде әрі қарай оқушым өз бағдарламасын сіздерге таныстырып өтсін. Осы жобаның нәтижесінде оқушылар бір-бірімен бір отбасындай тату болуды үйренді және осы жобаның арқасында олардың білімділікке деген құштарлығы, олардың осы білімге деген сүйіспеншілігі осындай бір үлкен нәтиже беріп отыр. Мы впервые участвуем в таком конкурсе, приготовили проект вместе с ученицей Мирутко Алины, ученица 10 класса школы-гимназии номер 9 имени Наги Ильясова. Проект называется «Вопросы по предотвращению конфликтов между детьми школьного возраста». Вместе с ученицей мы провели эксперимент, в ходе которого выясняли, насколько дети сейчас милосердны и как можно разрешить споры в школе. Об этом расскажет моя ученица Алина. Этот опыт – это плюс еще один увлекательный опыт мне в копилочку. И мне было действительно интересно готовить проект на эту тему, так как она меня очень сильно интересует, и я хочу, чтобы эту проблему решили. И мне действительно интересна эта тема, поэтому мы провели социальный эксперимент, позвали детей 7 класса. Они выбирали, мы дали им право выбора, либо они помогут нуждающимся детям, либо они заберут деньги себе. И большинство выбрали помочь нуждающимся детям, и я очень рада этому, так как эту проблему действительно можно решить.